Баршаларыңызға сәлем. Осы видеода мен қадір түні болған ғажап оқиғамен бөліскім келіп отыр. Бұны бөлісейін бе, бөліспейін бе деп ойланып жүргеніме бір апта болды. Бірақ Алланың қалауымен біреуге пайдам тиіп қалар деген ниетпен бөлісуді жөн көрдім. Осы 24 жылы қадір түнін көбінесе мұсылман халқы Рамазан айының 27 түнін мешіттерде өткізеді. Ол жерде не істейді? Құран оқиды, намаз оқиды, дұғаларын тілейді, және де уағыз болады. Бізде бардық, әйелдер бөлімінде болдық. Сол жерде тарауих оқыдық, уағыз болды, сұрақ жауап болды, және де тәсбих намазын оқитын уақыт келді. Тәсбих намазын оқып жатқан кезде өзгерістер байқалды. Ол қандай? Яғни бір денемнен ауыр бір жүктер түсіп жатқан секілді сезім болдым. Яғни әр ракатын оқыған сайын менде денемде жеңілдік сезімі пайда болды. Ол ұзақ намазы, тәсбих намазы таңғалыста болдым, бір жеңіл сезіне бердім, және де біткен кезде бір ауыр тас үстімнен түскендей сезімде болдым. Аумен деп біткен кезде жаңбыр аспаннан шелектеп тұрып құйды ғой. Одан кейін барып мен ойлана бастадым да, тәсбих намазының сыры неде деген секілді іздене бастадым. Сөйтсем, тәсбих намазы адамның күнәларының кешірілуіне себепші екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы намазды күніне бір рет, немесе аптасына бір рет, немесе айына бір рет, немесе жылына бір рет оқуды кеңес берген, айтып өткен екен. Яғни сыры осыда екен. Неге оқуға кеңес берген? Яғни күнәлар кешіріледі ғой. Кейбір кезде ойланасыздар ғой, неге мен дұғаларым қабыл болмай қойды, мен тілеп жатырмын, бірақ ешқандай жауап жоқ деп ше. Адамның күнәлары да оның дұға тілектерінің қабыл болуына кедергі болып тұрады да. Сол кезде көптеген жолдар бар. Күнәлардан Аллах тағаладан кешірілуін сұрауының бірнеше жолы бар. Бірінші истихфар ету, екінші садақа беру, үшінші ол физикалық түрде күнәлар денеде бір ауыртпашылық сияқты болып тұрады, бір ауыр сезініп тұрасыздар өздеріңізді ше. Кейбір случайларда ол да күнәлардың әсері болады екен. Сол кезде ғұсыл құйынып алуда пайдалы болады. Ғұсылды да бізде дәрет алуды да не үшін? Намаздың алдындағы, өйткені адамның осындай тазаруына физикалық түрде күнәлары ауыртпалық тиюіне байланысты тазаруына себепші болады екен. Және де келесі жолы осы тәсбих намазын оқу екен, адамның күнәларын кешіруіне. Егер күнәларыңыз кешірілсе, жаңағы амалдар жасау арқылы адамның дұға тілектері Алланың қалауымен қабыл бола бастайды. Яғни сіз ойламаған жерден тосын ризық несібелер келеді. Және де ол күнәлардың кешірілуін сұрағаннан кейін оларға қайтадан жоламау қажет болады. Және де ең басты жол Аллах тағаламен үнемі байланыста болу, Аллах тағаланың есімдерін қайталап жүру, Аллах тағалаға жақын болу күнәлардан алыстатады, және де дұғалардың қабыл болуына себепші болады. Қорытындылап айтқым келгені, тәсбих намазын оқуға кеңес беремін. Аптасына бір рет оқыңыздар, немесе айына бір рет оқыңыздар. Мүмкін кейбір дұға тілектеріңіздің қабыл болмау себебі күнәлардан болатын шығар. Сондықтан да күнәлардан үнемі кешірім сұрап, жаңағы амалдарды орындауға кеңес беремін. Сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын. Баршаларыңызға сәлем алейкум.